Қазіргі кезде неге екені белгісіз адамдарда агрессия басым. Оның не себепті екенін сұрап, көкейдегі сауалдарды қою үшін дәл қазір психолог Ержан Мырзабаевпен сұхбаттасамыз. Қайырлы жаңа Қайырлы үйге таң. қош келдіңіз. Қайырлы таң, саламатсыздар. Ержан Мырза, енді қазіргі таңда осы адамдардың көбі агрессивті болып келеді. Неліктен? Енді бұның агрессияның себептері көп негізі. Бірақ ең басым, ең маңызды, ең үлкен себебі бұл қазіргі кездегі жалпы қоғамның өмір сүру темпі. Асығыстық, және бұл асығыстықтың адамға беріп жатқан белгілі бір қысым болады. Тез анда үлгеру керек, тез балабақша бару, тез мектепке бару, тез жұмысқа бару, тез ақша табу керек деген сияқты асығыстықтың ішінде кейбір жұмыстар орындалмаған кезде және осының қысымымен адамдар көбінесе агрессивті болады. Бұл темп мегаполистерде, үлкен қалаларда, қала орталықтарында сонда. Енді агрессияның артуына ғаламтордың бір себебі бар ма? Өте үлкен себебі бар. Ғалымдардың, психологтардың зерттеуі бойынша соңғы кездері мынау интернеттің басым болуы, интернет қолдаушының артуы, әсіресе әлеуметтік желілердің адам өміріндегі агрессияның артуына үлкен себеп тигізіп жатыр. Неге десеңіздер, өйткені бұрын егер күнделікті өмірдегі тұрмыстық жағдайлар адамды агрессивті халге келтіретін болса, бүгінгі кезде адамдар өздеріне еш қайтысы болмаған мәселелері бойынша агрессивті болып жатыр. Мысалы, жаңалық көп оқиды, интернетті көп қарайды, және сол жерде көрген фото, видеолар, жағдайлар адамды не істейді, ызаландырады. Оның ішінен агрессияны жинақтандырады. Мұны неге үйтті, мұны неге бүйтті, неге сөйтеді, мұны неге жауап берді, мұны неге бүйтті. Негізі депрессия мен агрессияның ортасында өте кішкентай бір сызық бар. Депрессия кіре бастаған адам, сол депрессияға шығу үшін агрессияға өте бастады. Депрессия дегенімізде ішіміздегі негативті эмоциялар, сезімдер. Ал оларды егер адам дұрыс жолмен шығара алмаса, онда не істейді? Агрессивті түрде адамдарға зиян келтіре бастайды. Агрессия, агрессивті болу, ол белгілі бір аурудың түрі. Және адамдардың өздері оны ауру екенін сезіне бермейді. Мен ауруым маған зиян келтіріп жатыр екен. Агрессиядан құтыламай жатырмын деп өте сирек келеді адамдар. Қай кезде? Айналасындағы адамдар жоғалта бастаған кезде. Агрессиядан арылу үшін қандай қадамдар жасау керек? Енді бүгінгі осы сұхбатымыздың ең маңызды бөлігі осы болу керек. Өйткені агрессия бар, қоғамда жайылып кеткен, түрлі себептер бар, бірақ арылу үшін не істеу керек? Өте дұрыс, орынды сұрақ. Біріншіден, екі жақтан бұл қарастайық. Бір агрессияға ұшыраған адам тарапынан, менің танысым, досым агрессивті, және агрессивті адам тарапынан. Бірінші тарапынан қарайтын болсақ, егер айналаңызда жақындарыңыздың біреуі агрессивті болып жатса, онда оған оның жағдайын түсіну керек. Ол кісіде көре алмаушылық бар. Ол кісіде ыза бар. Басты себеп сол, ыза бар. Өйткені өзі бақытсыз болғаннан кейін бақытты адамдар көре алмайды, оларға агрессия жасайды. Және әрбір агрессивті кісінің ішінде ренжіген бір бала отыр. Кішкентай кезінде, яғни бала кезінде бала кезінде, кішкентай кезінде психологиялық бір зақым алған, бір реніш бар. Өкпе бар, реніш бар, ыза бар бір нәрсеге, сол ішіне жиналып үлкейген кезде агрессияға жатады. Бұндай адамдар бір провокацияға келтірмеу керек. Екі, агрессивті адаммен әрдайым отырып сөйлесу керек. Бізде көбінесе мынандай қателік жасайды. Бұл кісінің мінезі сондай, қоя сал. Өз сондай адам деп, Өз сондай жарайды дейді, мысалы, өзін басын қылады. Бірақ агрессияға мойынсұнмау керек, және бұл жай қалыпты жағдай ретінде қабылдамау керек. Отырып бұл сөйлесу керек. Керек болса, ашу басылғаннан кейін, әрине, провокацияға ашу басылғаннан кейін отырып, сені мына істегендерін бізге ұнамайды. Мені ренжітеді, маған ауыр тиеді. Егер осы істей беретін болсаң, ары қарай қарым-қатынасымыз жалғасуы қиындап кетеді. Мен сені түсінбей жатырмын деп түсіндіру керек. Яғни ойландыратын сөздер айтылу керек, Ойландыратын сөздер айту керек, өте дұрыс. Енді екіншісі, агрессивті кісі өзі не істеу керек? Мысалы, агрессияға ашушаңдық. Менің кейбір жолдас балдарым бар. Енді студент кезінде, жас кезде, әрбір жүрген кезде, мысалға, әрдайым айтатын әңгімелері, көште кетіп бара жатқан кезде біреумен ерегесіп қалдым, біреумен төбелесіп қалдым, біреумен қырылысып қалдым, біреу жол бермей қойды дейді. Таңғалады. Мен таңғалатынмын. Сенде жүретін жолы, мен де жүремін деймін да. Неге маған сондай адамдар тап болмайды? Мен де сол жүремін, мен де университетте оқимын, мен де студентпін дейді. Өздері таңғалады. Агрессивті адам не істеу керек? Бір, агрессиясын көтеріле бастаған кезде ең маңызды нәрсе физикалық позициясын өзгерту. Яғни, тұрып тұрсаңыз, отыру керек. Отырсаңыз, жату керек. Көшеде кетіп бара жатса не істеу керек? Көшеде кетіп бара жатса, бір жерге отыра салу керек. Отыру керек.
өйткені қан айналымын өзгерту керек. Агрессия болған кезде адам тамырында қан айналымы тездейді. Және тездегендіктен, қызғандықтан адам не істейді? Ашушаң болады. Сол қан айналымының ағымын өзгерту керек. Яғни тұрып тұрсаңыз отырыңыз, отырсаңыз жатыңыз. Сонымен қатар тез арада, жақын арада мүмкін болса, агрессия ыза деген от. Отты не басады? Су басады. Мүмкін болса бет қол жуып, бетін шай басаңыз, агрессияңыз 80%-ға азайып кетеді. 20% агрессияны басқару қиын емес. 80% азайып кеткеннен кейін. Осындай тез, одан кейін мысалға 10-ға дейін санау, өте терең демалу, бұл адамды, агрессивті адамға агрессиясын бастыруға көмектеседі. Бірақ бұл жердегі бір маңызды жағдай, көбінесе агрессияны кісілер дұрыс түсінбейді. Негізі адамға ешбір сезім жайдан жай берілмеген. Yani агрессия бар болса, оны қолданатын жерлер бар. Адамдардың проблемасы ол сезімді қай жерде қалай қолдану керек, қалай басқару керек екенін білмейді. Қай жерде басымдырақ екенін біледі. Және адам бойындағы әрбір сезімдер белгілі бір баланс ішінде. Егер сізде агрессия сезімі көбейіп бара жатса, тепе-теңдікке келтіру үшін не істеу керек? Мейірім сезімін көтеру керек. Яғни түрлі қоғамдық қайырымдылық іс-шараларға қатысу арқылы, жетім балаларға көмектесу арқылы, айналаңыздағы кісілерге жақсылық жасау арқылы мейірім сезіміміз көтеріледі. Мейірім сезімін көтерген кезде агрессия басылады. Үстіп тепе-теңдікке балансқа келетін болады. Бұл айтқан кезде мысалы агрессия еш болмасын деп айта алмаймыз. Ол да керек мәселе. Өйткені агрессияның несі, мысалы елді қорғаған кезде дұшпанға қарсы агрессия болмаса адам не істейді? Отыра беретін болады. Ержан мырза, енді шынымен де пайдалы ақпараттарыңызға, осы қажетті кеңестеріңізге көп рахмет. Сұхбат өте қызықты болып өтті. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Сіздерге де рахмет, сәттілік тілеймін.